Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан. Бүгін біз сіздермен көп адамдардың сұрауымен Шанақтау деген музыкаға разбор түсіретін боламыз. Ең алдымен сіздер видео басталмас бұрын осы видеоға лайктарыңызды басып, мен арнама тіркеліп кетіңіздер. Және де тағы қандай музыка айтқанымды қалайсыздар, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Ендеше біз өзіміздің видеомызға кеттік. Әннің өзі 3 аккордтан тұрады, ол F, G және де C. Сіздерге аккордтардың қалай тартылатынын нақтылап көрсетейін. Менің тонал есіме бұл кішкене қиындау болғандықтан өзіме капо қолданайын деп шештім. Сіздер капоны алып тастап, бірінші ладтан бастап тарта берулеріңізге болады. Ал бізде ең бірінші аккорд ол F аккорды, ол бізде бірінші ладтың екінші струнасы, екінші ладтың төртінші струнасына қойылады. Екінші аккорд ол бізде G аккорды, ол екінші ладтың үшінші және де бірінші струнасына, үшінші ладтың екінші струнасына қойылады. Үшінші аккорд бізде ең оңай аккорд, ол үшінші ладтың бірінші струнасына қойылады. Бізде енді келесі этап ол бой, яғни қағысы. Бізде қағысы былай болады. Достар, мінекей біз енді аккордымен Достар, міне біз аккордымен қағысы қалай тартылатынын үйренген болатынбыз. Енді біз оны текстпен қалай айтылатынын көретін боламыз. Бейне суретіңді қарап, ғашық болам қайта-қайта. Осы әнімді саған арнап, шаршамаймын айта. Достар, мінекей біздің Жанақтау музыкасына разборымыз аяқталды. Осы видео ұнаса және де көмегін тигізсе лайктарыңызды басып, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Ендеше қош сау болыңыздар.